Сәлем балалар, бұл Алматы полициясының балалар назарына ақпараттық пайдалы айдарының алғашқы шығарылымы. Ал мен оның жүргізушісі Айару Ерсінқызы. Бүгін біз жолда қалай дұрыс кесіп өту керектігі туралы айтатын боламыз. Өткелдің алдында тоқта, жолды кесіп өтпес бұрын әрқашан тоқта, айналаңа қара, солға сосын оңға қара. Егер көліктер болмаса, жолды кесіп өтуді баста, бірақ асықпа. Тек жаяу жүргіншілер өткелінен ғана өт. Зебра сенің досың, ал егер бағдаршам болса, жасыл шамның жанғанын күт. Алаңдама, жолда жүрген кезіңде телефонмен ойнама, немесе құлаққаппен әуен тыңдама. Сақ бол, жасыл шам жанып тұрса да, көліктер тоқтағанына көз жеткіз. Бар болғаны осы қарапайым ережелерді есте сақта. Сонда сен қауіпсіз боласың. Келесі шығарылымда кездескенше.